Қайырлы уақыт, сіздермен Ақмарал. Бүгін сіздермен дәмі ерекше фисташковый Сан-Себастьянның рецептімен бөлісетін боламын. Яғни фисташковый испанский чизкейк. Чизкейктің құрамына кіретін ингредиенттердің мөлшерін описание бөлімінде толық жазып қалдыратын боламын. Менімен бірге болып, бірге жасап көріңіздер. Ал ендеше чизкейкті дайындауға кірісейік. Бисмиллах деп бастаймыз. Ең бірінші ыдысымызға творожный сырымызды салып, үстінен қантымызды қосып, силиконовая лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір ескере кететін жайт, біздің чизкейктің құрамына қосылатын творожный сырымыз, клейгейміз, яғни сливкейміз, жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы шарт. Пісірмес бұрын, дайындамас бұрын 3-4 сағат алдын холодильниктен шығарып қоямыз. Міне біздің творожный сырная массамыз осылай жақсылап араласты. Келесі кезекте біз фисташковая паста қосамыз. Бұл фисташковая пастаны кондитерлік дүкендерден ала аласыздар. Фисташковая пастамызды қосып, тағы да бір рет жақсылап араластырып аламыз. Видеоның басында айтып өткендей, қажетті мөлшерін описание бөлімінде толық жазып қалдыратын боламын. Чизкейктің основасын дайындау барысында біз духовкамызды 250 градусқа дейін конвекция режимінде қыздырып қоямыз. Біз миксердің көмегіне жүгінбейміз. Миксермен араластырсақ егер, біздің творожная массамыздың ішкі бөлігі ауаға қанығып, пісіру барысында чизкейкіміз жарылып кетеді. Сондықтан біз миксер қолданбаймыз. Осындай силиконовая лопатканың көмегіне жүгінеміз, немесе венчиктің көмегіне жүгінеміз. Бізде келесі кезекте жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаны бірден қоса салмаймыз, бір-бірлеп, бір жұмыртқаны қосып араластырып алып, келесі жұмыртқаларды да солай қосып отырамыз. Осылай венчиктің көмегімен бір-бір жұмыртқадан қосып, жақсылап араластырып отырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен ешқандай да краска қосқан жоқпын. Фисташковая пастаның сапасы жақсы болса, түсі қанық болып, осындай болып шығады. Міне біз жұмыртқамыздың 4-еуінде қосып жақсылап араластырып алдық. Келесі кезекте біз кукурузный крахмал қосамыз. Кукурузный крахмалды картофельный крахмалмен алмастыруға келмейді. Және сливкеймізді қосамыз. Енді ақырындап төгіп алмай, біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Чизкейкімізді біз 20 сантиметрлік, диаметрі 20 сантиметрлік кез келген формада пісіруге болады. Егер сіздің формаңыздың өлшемі 20 сантиметрден көп болса, онда сіз рецепт бойынша 2 есе 3 есе көбейтіп пісіргеніңіз дұрыс болады. Міне осылай пергаментті орналастырып аламыз формамызға. Листке салып, творожная массамызды формамызға құямыз. Алдын ала 250 градуста қызып дайын тұрған конвекция режимінде 40-35 минут пісіреміз. Өз духовкаңызға қарап отырып пісіресіздер. Міне біз бөлме температурасына толық суытып алдық. Енді формамыздан ажыратамыз. Осылай формасынан шығарып, холодильникте 6-8 сағатқа қойып аламыз. Менің рецептерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды
ұмытпаңыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.